бір бағдарлама сияқты болсақ қайырлы күн құрметті менің әріптестерім ең бірінші сендерге келгендеріңе рахмет, сендерді көргеніме ризамын. Енді ортақ идея ғой, барлығымыз бірге бастадық. Алдында айтылғандай, бүгін біз пьеса болмаса бір шығармаларды барлығымыз білетін, халықтың ойында жүрген танымал шығармаларды талқылаймыз. Өзіміздің мұнда отырған кілең театралдар, актерлар таныстырып өтеміз, бірінші таныстырып өтейік. Так, таныстырып өтейік дейміз ғой. Бірақ сосын Okay, let's go. Я негізі бәріңе де айттым, шығарма алып келіңдер деп. Бірақ ешкім дым алып келмеген екенсіздер. Мен алып келдім ғой. Иә. Кім алып келді? Оймен алып келгендер бар. Шамшын алып келгенмін. Әркім өзінің ойындағыларын алып келгендер бар. Нұржаннан 3 кітап, менен 3 пьеса, короче. Бет-бе-бет, Шыңғыс Айтматов, Қандазу, Инсенов Курсаған Байғали Сенәлиев. Так, сосын Ғайша. Бұны енді жазылмаған, біреудің рабочий бірдеңесі негізі. Әлі дұрыс жазылмаған, кім екен. Бұл деген кімнің Мұхтар Шахановтың Ғайша жеңгей поэзиясы ма, прозасы ма, өлеңі. Соның желісімен, короче. Соның желісімен спектакль шапшағын қылып жазып тастаған. Соғыс жылдары, короче. Нұржан, айтып жібер өзіңнің кітаптарың туралы. Өзің оқыған кітаптарың бар. Үнсіздік. Камера көріп отыр ғой да? Бәрі көріп отыр. Бәрі сөйтіп ойлап қалдым ғой, дайындалмай камераның жақында. Жәмила білесіздер ғой барлығы. Иә? Әзілхан Нұршайықов, Махаббат жылдары. Мына жерде Шұғаның белгісін ғана оқыған. Бет-бе-бет демекші. Шыңғыс Айтматовтың бет-бе-бетімен ең бірінші танысқан, ең алғашқы прозым оқыған. Так, неге? Почему? Потому что мен негізі виолончелистпін ғой. Консерватория оқуға түсуге бардым. Оның жаңағы Оралдың жігіттері кеттік деп сонда бар. В общем, қысқасы Ерлан ағаймен көріп қалды. Сосын не білесің деді ғой. Дым білмейсің ғой. Енді жаңа күзде оқыдым Абайдың сұр бұлт суық қаптай жасқан. Тиктокта осы демеден қуып байлаш. Ойлаш? Қысқасы дым білмеймін ғой, театрға енді былай иісі жаңа бүйтіп келіп жатқан нәрсесі ғой, даже иісі де жоқ шығар енді білмеймін. В общем, қысқасы бет-бе-бет ағай айтты, мынаны алды, өйстіп сразу қысқартып берді, осы жерін оқисың деді. Қысқасы мен пьесаны оқыған жоқпын негізі. Бірақ сол именно Сейде кіріп келетін жері бар ғой. Кім жігіт кіріп келеді? Смайыл кіріп келеді де Сейдемен әңгімелесетін жері бар ғой. Қашып келеді. Иә, тура сол жерін келдім де оқыдым, короче. Қанымды ішті ғой, короче. Қанымды ішті, білмеймін енді. Сол жерде бірдеңе көрінген шығар деп ойлаймын өзімнің ішімнен. Жалпы мен сол жерде көзімнен от көрініп, может, ойлаймын. Жоқ, тектен тек емес қой енді. Кез келген адамның өзінің бір тарихы бар, қалай келгені. Іште ғой енді бәрі. Іште. Содан танимын мен. Осы бет-бе-бетті білемін. Негізі шынында бәріңе де сондай. Театр әлеміндегі алғаш ең бірінші кездескен осы, короче, да. Бет-бе-бет? Иә, міне осы. Бұл жайдан жай емес қой. Өнерге бет-бе-бет жаңа дүние бастап отыр, қайттан кездесіп тұр да, жайдан жай емес қой. Бет-бе-бет келіп тұр ғой өнерге. Короче, енді де тұрып қалады. Енді сен қысқасы бұл туралы енді осыны талқылаймыз ба? Бет-бе-бетті? Талқылаймыз ба? Соғыс кезі? Ойлап. Давай. Тағы қандай ойлайсыз? Ойлану уақыт. Топ, біздің топ деп ойлаймын. Бет-бе-бет, Шыңғыс Айтматов, драма. Қазір көреміз, Қандазу орсыз. Мүмкін бәріңіз білетін Махаббат қызық мол жылдар талқылаймыз. Қызық көшпеден бастап. Бүгін үшін қызып алайық, сосын келесі уже бәріміз келеміз. Қандазуды білесіңдер ме? Жоқ. Көксерек бұл. Бәрімізді білетін осы білесіңдер ме? Махаббат қызық мол жылдар онда. Махаббат қызық мол жылдар.
ең оңайы сол болып тұр қазір бізге. давай айтыңдар. Бұның мысалы киносы түсірілді. Бұның қойылымы қойылды. Киносы түсірілді ма? Түсірілді. Иә, болды ма? Еще главный рөлде ойналған Меңтай мен Ербол шын өмірде ерлі зайыпты болды. Кинодан кейін болған. қосылды. Отбасын Енді құрған. менде сұрақ мынандай да. Карантин кезінде. Әзілхан Нұршайықов жазған ғой. Сол өзі ме? Ол өз емес. Шығар. Басынан өткен нәрсе емес та. Әзілхан Нұршайықов соғысқа барды ма? Ой, соны нәрсені білу керек. Бар да. Меніңше өзі. Все-таки андай нәрсе ғой. Просто Любой Ерболды кітап басқа болсын, бірдеңе жазған өзінде де. Мейрамбекке Адам өз ішіндегі сезімдер шығарып жазады. Досынан көргенін жазады. Таныстарынан жасап Әзілхан Нұршайықов 1922 жылы дүниеге Онда соғысқа барған осы өзіне. Соғысқа барған. Давай. 22 жасында еще көрмеді. өзі бұл. Ол өткені дейтін Казгудағы неде оқыды. Журмек адаммен оқыған. Ол өз Әзілханның өзі сондай, иә. Өзінің басынан Бірақ просто аттар бұрмаланған. Иә. Тура сол жерде. Негізі өзі біреуге ғашық болды да айта алмады да соны кітап шығарып қалды. Иә. Оны ана кемпір менталит көрді оқыды. Қайтыс болды ғой. Реклама. Меңтай дейтін шығарма бойынша қайтыс болды ғой. Иә. Шығарма бойынша қайтыс болды. Кейіпкер неше бұнда? Неше кейіпкер? Ербол, Меңтай, подружкасы Зайкүл бар. Зайкүл. Тана бар. Тана бар, Ерболдың досы. Мен студент кезімде бір бастап оқыдым да содан қалды до конца оқыған жоқ. Енді соңында менталит оқып қала ма не? Өледі. Қайтыс болады, өмірден өтеді деп слышкім. Былай білмеймін. Ол енді ары қарата автор өзін Кімнің досы мен? Ерболдың досының жігітінің аты кім? Дұрыс оқымағанымыз көрініп отыр ма? Бүйтіп үндемей отырып па жаңағы. Біз келесіде оқып келеміз, сосын айтамыз. Бүгінше? Енді жалпылама білесіздер ғой, сол бойынша ойларыңызды айта беріңіздер. Ербол аға. Кім ғой? Өзі ғой не? Жағымсыз кейіпкер кім? Хадишада ма? Жағымсыз кейіпкер Тұмажан? Тұмажан. Вот солай Тұмажан. Тұмажан. Ербол мен Меңтай қалай таниды бір-бірін? Танысады ғой. Бір группалас. В общем, мына Ербол деген жігіт бар ғой. Соғыстан келеді де оқуға тапсырады. Сол кезде танысады. Өзінің арманы журналист болу. Үлкен өзі Өзінің қатарласа бірінші жассыз үлкен. 30 үстінде да. Иә, шамамен. Меңтайлармен жақсы тұр ма? Соғыстан келіп, кешігіп оқуға тапсырып тұр ғой. Еще бұл бір неде жұмыс жасайды, газетте де, по-моему, да? Газетте. Ол сосын кейін кіре ма? Содан кейін кіреді жұмысқа. Иә. Иә, оған дейін анда жүреді де сосын басында ыңғайсызданады, өзі берсемен андай берзеттік болын солай жүрген ғой. Әдемі сөздер енді әдемі теңеулері. Кабинеттерін аралап жүріпсің, бір кабинетке кіреді, соған сабақ болады, кабинетке отырады, Оқиға бастап кетті, сабағын оқыған екен. ең артта отырады, Ерболдың сөзін мен бүйтіп қарайды, Бір-біріне қарағанда сол оқуы бірдей арасындағы, иә. теңеулер Группалас қой екеуі. Не ғой да? Мен түсінуімше Ербол айта алмай жүре ма бірдеңе да? Тұйықтау да? Поэзия, ана кітапта қарасаң, Ербол как Ербол тормыз. Қазіргі заманның ред флагы ма? Тормыз жатпайды екі ортада, бірақ Тұмажанның қолына Ербол өзі апарып береді деген нәрсе бар. Тормыз просто Мысалы мен кітапты оқыған кезде жаңа Меңтайды Тұмажан зорлайды деген нәрсе бар ғой. Иә зорлады деп өтіп кеттім да. А как спектакльді көргеннен кейін Меңтайды зорлаған деген сияқты сол нәрсені бірінші планға шығарды менің ойымша ше. Сол кезде сол кәдімгідей ойланып қалдым. Ол қалай қиналғаны ана шетте сахнада әдемі көрсетеді сол сахнаны. Сосын қазіргі заманда ол әлі күнге дейін өзекті ғой. Актуалды. Сол үшін сол нәрсені өте жақсы дүние жасаған. Актуальны деп дұрыстап отқанымыз қалай кетті? Өзекті де шығады. Бізге қолдау көрсетіп отырған. Өзге қауына. Алғысымыз шексіз. Әдемі. Арғай жалғастыра берейік. Жақсы. Рахмет және. Негізі жалпы Ерболға Меңтай ең бірінші Меңтайдың өзі бастайды ғой Ерболға не істеп. Иә, қырында өзі бастайды. Жаңа жылға шақырады. Құттықтаймын деп ең бірінші өзге. Бірақ ана тұйықта уже да соғыстан келген жігіт қой да. Иә, сөйтіп. Жасы да үлкен ғой енді. Оқып жіберіңіз. Дейді мені. Аға жолдас, сізді студент болуыңызбен құттықтаймыз деді. Көмірде қарашасты, жазық маңдай, қызыл шырайлы күлім көз менің қасыма келді. Маған ол сондай сұлу болып көрінді. Бұл жаңағы мен аудиторияға алғаш кіріп, рұқсат сұрағанда мырс етіп күліп. Короче, тихо, в общем, рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді деген қыз. Рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді деген қыз басы өз жайлап жыбаңдап Не деген подтекст? Қиын да? Ана кімге қалай апарып беріп тұрсың да Тұмажанға? Ана хатын жазады ғой да?
Кім? жазған кезде Тұмажан Ана Деп айтты. Тұмажаннан өтірік кетіп жазғызып шығады. алған ғой да. хатты өртеуші еді ғой махаббат ағасының атынан өзі жаздырады. Жаздырып өзі алып, өзі жазып береді ақ батасын қағазда. берді Өтіп деп қалған айтады. ағасынан қолын қойдыртып алып қарнын бастырып алып көреді Тұмажан соғыста болған кезде. Не істеп өттің сен Ал Ербол деген оны қалай Тұмажан өзі апарып береді деген нәрсе, Тұмажан келіп одан сұрайды, меңтай дейтін осы общежитиеде тек просто көрсетіп жібереді иә, да. көрсетіп өз есікке осылай апарып береді. Осы үй Меңтай деп. деген осы деп, міне осы үйде Ема. тұрады деп. Жаңағы айтып тұрамыз. Тұмажан деген Меңтайдың ағасымен бірге соғыста бірге неткен. Бірге соғысқан. жоқ Әдемі осыны сұрақ қойды қазіргі заманға қалай қоя аламыз мысалы деймін да мысалы кім еді жаңағы Ербол. ербол соғыстан келді ғой ол егер жаңағы террорист болып барып келсе сирияға например қазір сондай вариант жасаса Ербол демекші Ербол апа. ол уже тикток қалған уже ше жаңа қоғамға кіріп жатыр. менің ойымша любой соғысқа барған адам уже тұйықталып келетін сияқты біраз өмір көргесін жоқ бұда еще видишь Ербол демекші қазір Ербол исламский қалыпты. темамен уже ми деген уланып қалған ғой не анау не мынау екен Дұрыс емес деп ойлайды, короче. иә дұрыс емес деп ойлайды бірдеңе деп ойлайды ішінен өз өзін жейді ғой короче примерно дегенмен ар жағындағы несін білмеймін просто Тұмажан онда қазіргі заманның мошенниктері ғой. Бірдеңе взломать етеді де, ана кімнің атынан кіріп өзі жазғызып алатындай да? сияқты. Примерно олай. Енді ана жерде хат жазғызып алса, қазір енді мошенниктер ғой. Біреудің бірдеңесін инстаграмын взломать етеді, ана мынау. сириядан просто алып келген ғой ананы аман есен келген короче отырды примерно шықты уже мы деген уже загруженный все Бұрын тастап кеткен мамандығына барып жатыр да. да может быть өзінің бір басқа қырынан ашқысы келді білмеймін мен Ох. Ербол да тоже сол ғой, иә жаңағы. сол ерболды айтып отыр Иә, егер солай болса қалай болады деймін просто сендерден сұрап отырмын Жоқ, маған ұнап отыр. адамдар Иә, осы ұнап отыр маған тоже. Егер қазір қойылатын болса, қазір заманға тірейтін болсақ, сондай нәрсе қылып алуға болады да. қай тақырыпты өзі қазір енді шығарған соғыс деген нәрсе. дронмен жүріп жатыр ғой айналғанда ше Иә. енді барғандар ладно былай қылып қалып жатқанда болады енді білмеймін былай жалпы айтамын да сондай неден келген жағдайда қалай жасауға болады ситуацияны Сосын жаңағыдай экстремистік бағытқа кетіп қалған қазіргі жағдайға по-любому келтіре алмайтын сияқтысың, потому что қазір не бар, әлеуметтік желі бар, не бар. Бір-бірімен кездесіп өтпей ақ сөйлесе алады ғой адамдар. Кремль қызы сөйлеуге болады. СМС-пен, WhatsApp-пен. да Қазір совсем проще сияқты адаммен общение деген. Проще, бірақ не ғой? Сезім білдіру деген фигня сияқты қазір. сезім жоқ қой Жоқ, бірақ соның өзінде де алдап жатыр көрдің ба, мошенниктер бар ғой негізі. Мына жерде бір жігіт жақтан қарады. Мен Меңтай мысалы- жақтан мысалы, Меңтай жақтан. Мен мысалы шын адам емеспін, интеллект. сондай да тоқтап тастадым да мен жоқ террорист Террорист. Ол бірақ бәрібір Жусан де елестеп прям көзім. Қазіргі заманға шақтап қоя алмайтын сияқты деймін ғой. Жоқ, қойылғанның сол өзінде. заман болып, сол қалпында қойылған әдемі көресің. иә сол заманнан қалып тұрған бір не ғой естелік қой тоже. шығарма бар Просто ғой армияға барып келген деп есептейік. шығарма мықты болса любой уақытқа қоюға болады Иә. мысалы например Ромео и Джульеттің қазір қарғын вариант несіне миллионыншы вариант қойылып жатқан шығар осы уақытқа дейін ше примерно айтамын миллион демеші мыңыншы Ромео и вариант Джульетті мен махаббат қызық мол жылдарды салыстыруға келе ма? жоқ мен саған соны айтып тұрмын ғой значит шығарма слабый деп қояйық Прикол. Жоқ, біліп тұрмын ғой енді жалпы не. қаралап жібереді комментариймен ше Қозғауға болады, ауыстыруға болады депсің ғой да. конечно орынды, бірақ жаңағы террористер деген тап мынаған келмейді енді. жоқ мен білмеймін ғой сосын айтып отырмын мен Иә. ербол егер террорист болса қалай болады деп отырмын Дұрыс емес. соны жалғастыра аламыз Жоқ. қазіргі заманға Тағы қандай әңгіме айта алсың? Бұл Енді туралы. ары қарай жалғастырайық та. Махаббат қызық мол жылдар да. Мәселе жаңа террорист ана мынау дегеннен бөлек жалпы егер мысалы өзіміз бұл спектакльді қойғымыз келсе қай бағытын Меңтайдың көзімен ба жаңа Ерболдың көзімен ба қайсын қойғыларың келеді если Меңтай болғанда если бұл спектакль осындай болған кезде деген жаңа Ақжол айтып кетті ғой Мен мысалы өзіміздің кейіпкеріміз деген сияқты. Иә, мен мысалы Ерболды былай көріп тұрмын. Примерно Иә, вот осындай. Ербол деген енді Меңтайдан жасы үлкен. Сосын ол енді соғыстан келді ғой. Соғыстан келгеннен кейін
қазір де жігіттер бар ғой біздің құрдастарымыз бар да бойдақ болып қалған. Сосын қазіргі қыздармен примерно мысалы ұялып 2006 жылғы қыздармен сөйлеседі мысалы да, ол бойдақ қой енді. әңгіме Ол келмейді қыздар негізі. кейіпкер мысалы примерно айтып да. Ербол енді үлкен ғой. Ол жерде тұйықтығы анаумен ашылып сөйлесе алмайды да, өйткені оның ойы басқа да, оның замандастары басқа болады да. Иә, мынау сөйлесе алмайды. Примерно қазір ойлап отқаным мен жаңағы бойдақ жігіттер. Осы пикмелар мен олдскулар. Соны айтып түсіндіріп ғой. Олдтар ғой. Сезімін бір айтқысы келеді де, бірақ барғанда тұрып қалады да, ыңғайсыз бір. Бұлай енді онымен бірге жүріп кетейінсе, өзінің қатарластарынан ұялады. Сондай сияқты ғой. Қазір бізде де жігіттер бар, қасымызда достар мысалы. Кішкентай қыздармен жүрейін десе, олардың ойлары басқа да, олармен қыдырып киноға барайын десе біртүрлі көрінеді де кәдімгі. Бұлар тез үйлене қояйық десе, оларға басқаша ана фигнялар. Жаңа тыдан басқа Қатарластар уже Тұмажан деп. Тана. жоқ қой мысалы. Тана? Почти жоқ қой. Қыз ба? Жоқ, который жаңа ағасы хакер деп отырды ғой. Тұмажан. Кім? Тұмажан. Мен анасы түсінбедім мен. Біз деген неге Тұмажанның көзімен қарап қоя алмаймыз Вот мысалы? міне. Почему бы нет? Ол деген любой жаман адам деген нәрсе жоқ қой. Любойның өзінің несі бар да? Оправданиесі бар, өзінің дұрыс несі бар, көзқарасы бар. Оның көзқарасынша ол, значит, каким-то образом дұрыс жасап тұр да, по-любому. Зорлау. Ол да жақсы көріп тұр ғой. Жақсы көріп тұрған жоқ, ол еще осыдан кейін нетпейді, хабарласпай қалады. А ол жақсы көрмесе, почему так сделал? Не үшін? Хатты әдейі неге жазғызады? Может, ол мүмкін соғыста жаздырмауы да мүмкін ғой, ол үйінен просто жазып өзінің қарын просто Ол қайдан біледі ол қарындасы бар екенін? Дос болды, аға дос. Жоқ, олар бұрыннан араласқан ба, сондай бірдеңе емес па ағалары? Кім мен кім? Жоқ, Тұмажанмен кім болған ғой? Тұмажанмен ағасы. хатта не деп жазылып тұр? Қазір хат ашып хатта жаңағы қарындасым сен осы аманат осы жігітке тұрмысқа шығуың керек. Мен досым, мен оған сенемін тұрмысқа дейді. шығу ғой уже. Онда значит ол жақсы жігіт қой, онда кім өзінің қарындасын жаман жігітке не істейді? Ол өтірік хат. Жоқ, өтірік хат. Енді бірақ Тұмажан өтірік болса да, ол алғысы келіп тұр ғой, короче, Меңтайды өзіне. Алғысы келіп тұрған жоқ, ол зорлап кетіп қалады. Зорлап кетіп қалады да. Жоқ, не үшін зорлап кетіп Кітапта солай ма, әлде спектакльде айтып отырсыңдар ма? Кетіп қалатын сияқты, иә? Қайтып келмейді ол да. Кімге Меңтайға не жасады ма, репет етті ма, бірдеңе қылып басында айтты зорламас бұрын. Жоқ, сразу барады. Тұмажан Меңтайды іздеп келеді да, сразу сол кезде сол. Жоқ, Тұмажан бірінші барады, универдің алдынан Меңтайды іздеп барады, сосын хатты береді. Оны Меңтай оқиды, сосын оны Ерболға айтады. Таңдайды. Иә, Ерболға айтады. Бердім деп ше. Ағамның сөзіне мен асып кете алмаймын. Ербол мен жаңа все бітті деген сияқты айтады. Мен енді жаңа Тұмажанға не істеуім керек екен. Ағамның несі деген сияқты. Аманаты, ағамның соңғы аманаты болғаннан кейін. Бірақ Ербол ол кезде андай болады да, типа мен дейтін не жасай алмаймын деп. Енді жарайды, енді сенің қалаң сол болса деген сияқты. Жарайды деп Меңтайдың айтқанымен болады. ол кезде де сезімдерін білдірмейді ғой. Иә, бір-біріне жаңа ағай деген сияқты. Жақсы. Одан кейін Тұмажанмен қай уақытта кездеседі екеуі? Тұмажан жатақханаға келеді, Ербол жатақханадан шығып келе жатыр. Тұмажанды бұл сұрастан ет Меңтайдың бөлмесі қайда дегенде өзі барады, өзі аматтап есігін сөйлесе деген Тұмажан мен Ербол. Білмейді да кім деген Ербол деген Тұмажанды біледі, бірақ андай адам екенін білмейді. Просто осыған тұрмысқа шығатынын сезеді ғой. Иә. Сосын Ол үйіне кіреді, зорлайды. Просто зорлайды. Темекі еще. Қалай зорлайды? Жоқ, арасында қандай не болды, қандай әңгіме болды? Жоқ, сол қойылым, не сендер қойылымда айтып отырсыңдар. Қалай зорлады? Кітабында солай. Көрсетіңдер. Жоқ, кітабы керек болып тұр бізге, кітабы. Кітап бойынша қалай? Жоқ, кітап бойынша қалай? Кім оқыды? Мойындаңдар, оқығандар. Жоқ, мен оқыдым. есімде жоқ, ұмытып қалып жатырмын, бірақ Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мы сейчас должны просто оправдать Тұмажанды. Да. Как есть день, бірақ ол, короче, сот болады деген нәрсе бар. Мына еще не прототиптен жазған Тұмажанның кім екенін, Зайкүлдің кім екенін, соны бар. Сосын жаңағы кім Тұмажан сөйлеген кезде айтады. Біз не үшін соғысып келдік? Осы әйелдер үшін соғысып келдік, олар зорлауы міндеттіміз деген сияқты ой айтады ше. Кім? Тұмажан. Кімге? Сот кезінде. Сотталады ғой Тұмажан. Жоқ, давайте онда обсудим. Значит, ол психологический отклонение болса, от чего он? Соғыстан алған, мне кажется, енді. Соғыстан кетіп қалды. Или онда былай болып тұр. Тұмажанды сөзімен мысалға. Жоқ, Тұмажанды оған дейін бар ғой. Кім деген? Меңтай деген.
көзіне де ілмеген болар мүмкін қайта. Может быть. Оған шейін тырысқан бар, Тұмажан деген оған шейін тырысқан болар Меңтайға. Бәлкім. Мүмкін Гүла келіп, ағасының қасында жүргенде қайта қарамай, менсінбей жүрген бар. Содан ашумен кеткен бар. Содан ашумен кеткен шығар. Ана Қозы-Көрпештегі жанқы сияқты ғой, почему бы мен бұның Қарабайдың малын бағып жүріп, например, мен неғып сол нәрсенің иесі болмайым дейді. Сондай бағытты оправдывается же. Өмір бойы бала кезімнен бұның мал нелерін бағады екенде, Қодар или Қозы-Көрпеш келеді екенде, екеуі келеді екенде, просто малымен қоса бәрін алып кете қояды екен баян сұлуды. Правда тоже? Мына жерде не ма? Оңқы да дұрыс қой. Жоқ, мына жерде зорлаған, хотя бы зорлаған ақтабаса болады ғой, Тұмажан мен Меңтай үйленбейді. Жоқ, үйленбегенде не ғой? Қатты өтірік жазғыздым деп айта ма? Иә, Бар иә. мойындайды оны, соңында мойындайды өзі. Мен оны өтірік жаздыртып алғам, оны просто Меңтайды зорлап болғаннан кейін айтады. оны қалап жақсы көрген үшін істедім деп айтады. Қалап тұр ғой. Біз оның соғыс кезінде не үшін соғыстық дейді осы әйелдерді? Иә. Не ал дейді? Қалап тұрғанмен жақсы көріп бөлек қой. Жақсы көріп қалап келдім деп айтады ғой бірақ. Жоқ, бөлек екен. Жақсы көріп тұрды, ана өнді не істемегесін естіп тұрған ғой. Жоқ. Зорлағаннан кейін Меңтайын алып тұрған айтады. жоқ па? Айтады. Иә, айтады. Біз не үшін соғысып келдік? Меңтай жалпы қарсыласқан ба жалпы? Жоқ, Тұмажанның, кім Меңтайдың ағасы кім? Білмеймін, ол айтылмайды. Меңтайдың ағасының аты жоқ сияқты. Қарсылас отырды. Бірақ ағасы ағаң жазып жіберді деп айтады да, бұл таниды Тұмажанды ағасын. Таниды, бұл да анандай. Слушай, Давайте обсудим. Может деген. Соғысқа дейін де дос болуы мүмкін. Мысалы, можно сделать такую сценку Тұмажанды оправдать ету үшін. Соғыстың сахнасын жасап, например, да, Тұмажан мен екеуі неге келгенде, Тұмажан как бы обиды ұстап қалғандай болады да. Мынау как бы сатқындық жасайды да ағасы. Не все же бәрі керім емес қой. Меңтайда ағасы да күшті болуы мүмкін. Иә, оның ағасыдан не болуы мүмкін. Бұны какой-то пленға түсіреді, например, и бұл каким-то образом шығады. Кек алу керек. Да, кек алу мақсатында да может быть сделать. Мен сені жақсы көрем, мен сенің тұқымыңмен құртамын, бүйтем, сөйтем деген сияқты мәселемен можно же? Ода да через кек шығуы мүмкін ғой. Мына бедей түптеп келгенде кітаптағы шын мәніндегі жағымсыз кейіпкер екеу ғана, оның бірі Тұмажан да, екіншісі Бүркітбай. Бүркітбай? Танымаймын. Бүркітбай. Көп болмады ғой жігіті. Енді Бүркітбай да екінші қатпен келіпті. Онша да сыймайды сияқты. Сосын бұл Қана деген досы бар, Ерболдың Заман деген досы болған. Екеуі Заман ба, Тана ма? Тана ғой. Заман деген кімнің досы? Ерболдың досы. Ауылдағы досы. Иә, сосын түсінбедім мен. содан кейін сосын Заман деген жаңағы қайтыс болып кетті деген нәрсе айтылады соғыс кезінде. Бірақ ол кейін тірі келеді, екеуі қосылады, Тана екеуі. Бірақ Тана дейтін кейін Ерболға келіп, Заман дейтін осындай болған екеуінің сырласатын моменті бар. Сол кезде екеуі типа нәпсіге беріліп, бірақ енді бола ма болмай ма білмейміз. Иә, вот бұл кезде Меңтай бар. Болмайды. Меңтайға ашық кез емес па ол? Меңтайға дейін ба? Әңгімесінен шықпай ма? Біз деген жазушылар бостан босқа жазбайды ғой. Мына жерде әдейі зацепкалар қалдырып кетеді да олар. Иә. Әдейі зацепка қалдырып Негізі кетеді. автордың да ішінде ойлар. Да, ол әдейі просто актерларға, халыққа әдейі жаңағыдай не қалдырып кетеді ше. Алдындағы кім Фархат айтпақшы, дұрыс айтты ғой. Не қалдырып кетеді жаңа, секретный, чтобы адам ми қозғалсын, өз-өзденсін. От чего, почему, не үшін, қалай, деп сосын ми жету үшін өз-өзін ананың бәрін оправдать етіп шығу керек қой енді. Автор неге айтты, ол қалай деген сияқты. Типа. Сіз ненің әңгімесі дейсіз? Кімнің әңгімесі шыққан? Сол әңгімені ғой мен айтқым келген жаңа. Танамен не істейді олар деп. Тана келеді кімге? Ерболға үйіне. Ербол Танаға барады ауылға. Иә, ауылына іздеп барады. Соңғы жағы қиын. Мен пластикасын ойлап отырмын. Меңтай билеген негізі. Жақын болған. Биге жақын болған. Мұнда айтады Меңтай, махаббат сіз тұр ғой дегенім ғой. Сен менен жиіркенген жоқсың ба дейді. Жоқ дейді. Жиіркенбейсің бе? Жоқ, өмір бойы ма? Иә. Ербол мен Меңтайдың диалогы. Шынайы жақсы көреді екеуі да? Иә, екеуі біраз уақыт қанша өтсе де махаббаттары өшпей күшті болып тұр ғой да? Мықты ғой да.